Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін үй жағдайында өте жұп-жұмсақ болып шығатын медовый дайындаймыз. Ол үшін майдың үстіне медті құямыз, яғни әселімізді құйып, медіміз қоңыр түске енгенше араластырып тұрамыз. Майымыз еріген соң үстіне сода салып, тағы да араластырып тұрамыз. Содан соң жұмыртқаның үстіне шекерді салып, массамыз 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Содан соң бағана еріткен медімізді жаймендеп құйып, тағы да араластырамыз. Медімізді бірден құйып жіберуге болмайды, себебі ыстық болғандықтан жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан жай құйып араластырып аламыз. Ұнымызды ситадан өткізіп дайындап қоямыз. Араластырып болған соң ұнымызды да жаймендеп салып араластырамыз, себебі бағанағы 2 есе ұлғайған массамыз ұнды бірден салсақ түсіп кетуі мүмкін. Содан соң қамырымыз көтерілмей қалады. Қызып тұрған пешімізге 1,5 ожаудан құйып, қасықтың көмегімен жайып 5-10 минутта пісіріп аламыз. Содан соң крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін сүтке шекерімізді салып, содан соң ұнды ситадан өткізіп, жаймендеп салып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай креміміз қоюланған соң майды салып, тағы да араластырып тұрамыз. Ковждарымыз пісіп дайын болды. Міне өте жұп-жұмсақ болып шығады. Бағана кремімізді ковждарымызға жақсылап жағып шығамыз. Содан соң осындай майда бөліктерін оқтаудың көмегімен майдалап, бетін осымен жауып шықсақ болады. Қандай оформление жасасаңыздар, өз қалауларыңыз. Осылай жасап болған соң 1 сағат 2 сағатқа қойып қоямыз. Ал медовыйымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған аяулым.